Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода ағаш түріктейтін станок вал хеликалмен, яғни хеликал дегеніміз жаңадан шыққан пышақтың жүзінің түрі. Мінекей, бұл пышақтың ерекшелігі, бұл пышақтарда ешқашан қайрамаймыз және де настройкада жасамаймыз. Классический ұзын пышақтар болатын болса, олар біраз ағаш түріктегенде, бір қатты ағаш түріктегенде тез отырып қалады. Оларды қайта алып, қайрап, настройкасын өзіне қанша уақыт кетіп қалады. Өйткені ол жерде бізде тонкий настройка болады. Егер де настройкамыз дұрыс жасалмаса, ағаштарда дұрыс сүріктемейтін болады. Ал мына жерде ешқандай мәселе жоқ. Бұны 4 рет айландырып сүріктеуге болады. Бір қыры кетіп қалса, мына звездочкаларды босатып, құр ғана екінші қырына айландырып, қайтадан бекітіп жұмыс істей береміз. Ешқандай настройка жасаудың қажеті жоқ, және де бұл жүздер ұзаққа жетеді. Тек қана біз бұнда таза ағаш қана сүріктеу керекпіз. Егер де жаңағыдай краскіленген, не болмаса опалубкадан шыққан цементі бар, тастары бар, сондай таза емес ағаштарды сүріктейтін болсақ, жүзімізді қыртып аламыз. Ал бұл жүзді жаңағыдай қайрауға да келмейді. Сондықтан бұны таза ағаштарға ғана қолдану керек. Енді кейбіреулер айтып жатады, жаңағыдай саснаны сүріктеген кезде дұрыс сүріктемейді, жаңағыдай несін түктерін көтеріп жібереді деп. Қазір сіздерге саснаны да қайыңды да сүріктеп көрсетемін. Яғни біреу жұмсақ ағаш, біреу қатты ағаш, екеуін де жақсы сүріктейді. Ол жағынан алаңдамай қоюға болады. Және де саснаны сүріктеген кезде әрине пышақтарда смола болады. Ол смолаларды уақыт өткен сайын тазалап отыру керек. Одан кейін мына параллельный упорымыз 45 градусқа жатады. Қазір 90 градуста тұр столымыз. Столымыздың ені 150 мм, яғни 15 сантиметрге дейін сүріктейді жалпақтығы. Столымыздың ұзындығы 1,17, 1 метр 17 сантиметр. Мына жерде 3 миллиметрге дейін жаңағындай тереңдікте сүріктейді. Одан кейін максимально 13 миллиметрге дейін сүріктейді. Максимально 13 миллиметрге түсіргенде ағаштардың четвертін алуға болады. Мінекей мына жерде станогымыздың қыры бар, четвертке арналған. Яғни осы столымызды толықтай түсіріп, ағаштардың четвертін алуға болады. Мінекей мына жерде ручкасы бар, яғни осы столымызды түсіретін. Мына жерде рычагымыз бар, осы жерден босатып түсіретін боламыз, және де қатайтқанда осы жерден қатайтып қоямыз. Ал мына жердегі ручканы тартатын болсақ, жаңағыдай 13 миллиметрге түсетін болады. Енді бұл станокты құрастырған кезде міндетті түрде мына астыңғы жағында мінекей моторчикпен, үстіңгі жағында шкив бар. Мінекей мына жақтарда үстіңгі жағында мына осы темірдің астыңғы жағында шкив бар. Мына валдың шкиві бар. Сол шкифпен мотордың шкифін екеуін бірдей қылу керек. Өкінішке орай қазір менде бәрі құрастырылып тұр, бәрі жабықтар, сіздерге көрсете алмай тұрмын. Бірақ осы құрастырар кезде мына параллельный упорды қоймас бұрын уровеньді қойып, не болмаса правиланы қойып, екеуін бірдей теңестіру керек. Егер де ол жері дұрыс теңестірілмеген болса, онда моторда вибрация болады. Ол вибрация болса, мотордың подшипниктерін де кетіреді, ремень де қисық болып созылып, дұрыс істемейтін болады. Шкифтарды да жеуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде настройканы дұрыс жасау керек болады. Енді қазір сіздерге сүріктеп көрсететін болам. Енді бұл станоктың плюс минусын айтатын болсам, қарапайым жаңағыдай жүздерін қайрайтын пышақпен, жүздерін қайрайтын станокпен салыстыратын болсақ, әрине вал хеликалмен жақсы, өйткені бұнда ешқашан қайрамаймыз. Бірақ жүз өтпей қалған кезде
жүзін сатып алу керек болады. Ал оның жүзі кішкене ана пышаққа қараған кезде қымбатырақ, сондықтан бұл жүзді тек таза ағаштарға ғана сүріктеу керек, жаңағындай айтып өткендей. Ал енді классический жаңағындай ұзын пышақтарда ондай мәселе жоқ. Егерде біз шегені де ұстап алсақ, оны қайрап қайтадан салып жұмыс істей беруімізге болады. Бірақ жаңағындай оның қайрауы, настройка жасауы кішкене ұзақ уақыт алады. Енді қазір станогымызды қосып дауысын тыңдауға болады. Дауысы өте ақырын, жаңағындай қайрайтын станоктарға қарағанда бұл станоктың дауысы ақырынырақ. Мінекей станогымызды қосайық. Мінекей қазір станогымыз жұмыс істеп тұр. Өте ақырын істеп тұр дауысы. Мінекей валымыз айналып тұр. Енді қазір ағаш сүріктеген кезде стружка қоса қосылады. Ол кезде кішкене дауысы қаттырақ болады. Мінекей алдыларыңызда қазір қайың мен сасна тұр. Мінекей қайыңның екі жағы сүріктелген. Қазір сүріктелмеген жағын сүріктейтін боламыз. Және де саснаны сүріктейтін боламыз. Мынау енді жұмсақ ағаш, мынау қатты ағаш. Екеуінің жаңағындай результатын көретін боламыз. Қазір мінекей сүріктелмеген жағын сүріктейтін болам. Қазір бірінші стружка отсосты қосып, одан кейін станокты қосатын болам. Мінекей саснамызды сүріктеп болдық. Қазір жарыққа шығайық. Жарыққа қарай көрсететін болам. Мінекей саснаның качествосы, сапасы өте жақсы, таза. Ешқандай шлифовать етудің де қажеті жоқ. Жаңағындай кейбір адамдар айтатын, саснаны сүріктесе жаңағындай түктері көтеріліп кетеді деп. Ешқандай да түктері көтерілмеген. Мінекей өздеріңіз камерадан байқап тұрғандай. Енді қайыңды көрейік. Жаңа сүріктеген жағымыз. Мінекей қайыңның сапасы өте жақсы. Мінекей жылтырап тұр. Әсіресе қатты ағаштарда бұл жақсы сүріктейді. Ал мына ағаш мінекей четвертін алдым. Сіздердің уақыттарыңызды алмай алдын ала дайындап қойдым. Яғни четвертті тереңдігін 13 мм-ге дейін алады максимально. Ал енді жалпақтығын өзіміз қанша керек сонша ала беруге болады. Яғни осы параллельный упорымызды бұлай бері қарай жылжытып, жаңағындай жалпақтығын қанша керек соны алуымызға болады. Мінекей мына жерлерде барашкалар бар. Мына барашканы босату арқылы мына параллельный упорымыз ары бері жылжиды. Ал мына барашканы босату арқылы мына параллельный упорымыз 45 градусқа жатады. Сіздерге бір қолмен ыңғайсыздау, бірақ жатқызып көрсетейін. Мінекей қазір 45 градуста жатыр. Осы 45 градусқа сүріктеуге болады. Мына жерде өзі барлығын регулировка жасалған, яғни 45 градус пен 90 градусқа мынауымызды қайтадан көтеріп қоюға болады. Енді
көрермендердің арасында осындай станок алғыларыңыз келіп жүргендеріңіз болса, мен вал хеликалмен алуға кеңес берер едім. Мысалға байқоста осы жүздермен бір шегені ұстап алсаңыздар, мына пластинаны біреуін айландыруға болады, бірақ мейлінше төртеуін бірдей айландырған дұрыс. Яғни бәр жүзді біркелкі айландырған дұрыс. Өйткені бір жүзбен шегені ұстап алып, қалғандары орнында тұрып, біреуін ғана айландырған ол негізінде болады, бірақ жүздер бірдей желінген жақсы жан жағынан. Сондықтан қарапайым пышақпен орналасқан станокқа қарағанда мен осындай вал хеликалды алуға кеңес берер едім. Өйткені мен екі станокта да істеп көрдім, жай пышақпен де, хеликалмен де. Хеликалмен өте жақсы, өйткені біріншіден дауысы да ақырын, екіншіден қайрау жағынан, настройка жасау жағынан мәселе болмайды. Тек қана таза ағаштарды үстіріктеп, жаман ағаштарды үстіріктемеу керек. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады комментарияда. Мүмкін ұмытып кеткен жерлерім болса, қосымша сұрақ қойсаңыздар, барлығына жауап беремін.